Сәлем құрметті Дарын онлайнның YouTube арнасының көрермендері, сіздерді көргенімізге қуаныштымын. Бүгінгі роликте біз оқушыларға барынша пайдалы кеңестермен бөлісетін боламыз. Құрметті біздің YouTube арнамыздың көрермендері, осы уақытқа дейін біз бірнеше сіздерге пайдалы болатын роликтерді Дарын онлайн платформасының YouTube арнасына салып қойдық. Соларды міндетті түрде көріп, өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісіңіздер, өздеріңізге міндетті түрде пайдалы ақпарат алатыныңызға біз сенімдіміз. Құрметті оқушылар, осы уақытқа дейін өзімнің көргенімді, жалпы басқалардан естігенімді қазір барын жинақтап сіздерге айтуға тырысатын боламын. Кез келген оқушы 11-ші сынып бітіргенге дейін өте көптеген өзі сұрақтарға жауап іздейтін болады. Көбінесе оқушылар жауапты жан-жақтан, өздерінің ағаларынан, туыстарынан, жақындарынан сұраған кезде ол кісілер сіздерге жауапты қалай береді деген сұраққа жауап бере кетейін. Әрбір адам өзіне қойылған сұрақты өзінің бұрынғы өткен, өзінің жасаған қателіктерін, дұрыстағандарын барлығын маңызды санайды. Және де кез келген адам сіз қойған сұраққа жауап берер кезде өзінің призмасымен, өзінің сүлгісінен өткізіп барып жауап береді. Сол себепті ең бірінші құрметті біздің оқушылар, кез келген адамға сұрақ қойсаңыз, бірақ сол сұрақтың қаншалықты сізге болашақта маңызды болатын, ол сіздің тағдырыңызды өзгертетініне егерде кішкене болсын күмәніңіз болса, онда сіз жалпы кез келген басқа да ақпараттық орталықтардан, Google'дан болсын, YouTube'дан болсын, осы сұрақты басқалар қалай шешкен екенін қараңыз. Құрметті оқушылар, екінші айтатын нәрсеміз, ол кітап оқу керек. Бүгін таңда мен сіздерге кітап оқу не үшін керек екенін айтуға тырысам. Осы уақытқа дейін сіздер басқа жерлерден де кітап оқу ол маңызды деген сұрақтарды, жалпы осындай тұжырымдарды көп естисіз. Менің түйіндемем бойынша басты екі себеп бар. Біріншіден, осы әлемде барлық нәрселердің барлығы кітапке жазылып кеткен. Яғни ол не деген сөз? Осы бүткіл әлемнің ақпаратын сіз кітаптан таба аласыз, кез келген адамнан емес. Сол себепті ең бірінші кезекте сіз кітап оқыған сайын сіз осы өмірдің жалпы қалай дұрыс өмір сүру керек, нені білу керек, нені білмеу керек, соның барлығын кітаптан таба аласыз. Екінші, ол фокус внимание деп айтып жатады. Яғни сіз қазіргі осы 21-ші ғасырда адамның фокусын бір жерде ұстап тұру өте қиын. Фокус дегеніміз ол тек қана сіз бір нәрсені ғана ойлап, сол нәрсені бірнеше сағаттар бойы ойлап, соны аяғына дейін жеткізе алу дағдысы өте маңызды. Сол себепті кітап оқыған кезде сіз ойыңыздың барлығын жинақтап, бір нәрсеге ғана фокус жасай аласыз. Бұл фокус жасау бойынша бізде бірнеше зерттеулер бар. Адам баласы 27 минут бір нәрсені ойлап отырғаннан кейін ғана оған сол нәрсенің терең астарлары білінетінін дәлелденген. Біздің қазіргі таңда кез келген оқушылар, сіздер өздеріңіз де оқушыларсыздар, байқасаңыздар, YouTube-ты көреміз, TikTok-ты көреміз. Ол жерде адамға ондай мүмкіншілік бермейді. Сіздер тек қана информацияны поверхностно деп айтады ғой, поверхностно көріп, арғарай тез-тез басқа нәрселерге ауысып кетуді сіздер кликовый мышление дейді. Ол бір нәрсені көресіз, и сіз екінші нәрсеге асығып тұрасыз. Осы нәрсенің барлығы адамның бір нәрсені толығымен соңына дейін ойлауына кері әсерін тигізеді. Кітап дәл осы сіздің бір затты, бір мәселені, бір проблеманы толығымен соңына дейін үйренуіне септігін тигізетін болады. Осы екі басты причинаны мен сіздерге себепті айтқым келеді кітап оқуда. Одан бөлек сіздер өте көп кітап оқуға байланысты бұдан да менен де басқа айтып жатқан адамдардың сөздерін білесіздер. Құрметті оқушылар, үшінші айтатыным ол бізге болашағында, біз кішкентай кезімізде, біз мектеп оқыған кезде біз айтатын, сендер біздің болашағымызсыздар. Осы сөздің қаншалықты ауыр екенін көп оқушылар ертерек түсінсе жақсы болар еді. Себебі біз бұны сіздерге осы сөзді айтқан кезде көп оқушылар оны өздерінің түпкі жүрегіне сол сөздің астарында не жатқанын біле бермейді. Олар, окей, біз болашақпыз, нормально. Болашақпен шетелге барып келу, жалпы бұл нәрсені терең қарайтын болсаңыздар, еліміздің болашағы, болашақта біздің қандай мемлекеттердің қатарымен араласатынымыз,
қай деңгейде болатынымыз, соның барлығын ол сіздердің болашақта жасаған әрекеттеріңіздің нәтижесінде анықталатынын үлкен кісілер сіздер біздің болашағымыз деген бір ауыз сөздің астына жасырып салып кеткен. Сол себепті біздің құрметті оқушылар, сіздер біздің болашағымызсыздар. Әрбір өздеріңіздің болашақтарыңызды дұрыс жоспарлай отыра, өздеріңізге тікелей анализ жасап, біздің елімізге пайдасын әкелетін істермен айналысуға тырысыңыздар. Бұл сөз егер сізге ауыр болса, бірнеше рет қайталап тыңдағаныңыз дұрыс деп ойлаймын. Енді басында айтып кеткендей, әрбір адам өзінің бұрынғы өткен қателіктеріне, өзінің бұрынғы жасаған жетістіктеріне байланысты кез келген адамға ақыл айтады. Мен сіздерге өзімнің жүріп өткен жолым бойынша ақылымды айтпаймын. Бастысы айтатыны, құрметті біздің оқушылар, ол білім алудан, үйренуден тоқтамаңыздар. Егер сіздер бір нәрсені анализ жасап үйреніп алсаңыздар, болашақта кез келген дағдыны сіздер алып кете аласыздар. Біліңіздер, бұл өмірде еш нәрсе қолынан келмейтін адам жоқ. Сіздер өздеріңіздің қолыңыздан кез келген нәрсені, кез келген нәтижеге жетуге әбден мүмкін екеніне сенсеңіздер жеткілікті. Сіздермен бірге болған Асқар Мақсатұлы Дарын онлайн платформасының негізін қалаушылардың бірі және директоры. Құрметті оқушылар, сіздерге тек қана сәттілік тілеймін.